Құрметті отандастар, қазір ғаламшарға, жалпы адамзатқа вирус қаупі төніп тұрғаны байқалады. Елімізде осы індетке қарсы қабылданған заңнамалық талаптарды, бекітілген ережелерді орындау бүгін бізге міндет болып тұр. Күнделікті ресми ақпаратты көріп, тыңдаудың өзі адамның көңіл күйіне, ой санасына біраз қиындық білдіреді. Ал бұл індетке қарсы іс-әрекет қандай? Не істеп жатырмыз? Не істеуіміз керек? Әрқайсымыздың жасаған әрекетіміз, іс-қимылымыз арқылы ел алдындағы жауапкершілігімізді білдіреміз. Отан жанұялардан құрылады. Жанұя шағын мемлекет десек, әрқайсымыз өзіміздің отбасымыздың, бала-шағаларымыздың денсаулығы, олардың тіршілігі сіздер мен біздер үшін өте қымбат. Әрине, бәріміздің ойымыз бірдей, бірақ бес саусақ бірдей емес деп айту бекерден бекер емес. Маңайымызда орын алып жатқан заң бұзушылық, неғұрлым қарау және қауіпсіздік ережелеріне бағынбаушылық оқиғалары тіркеліп жатқанда, оны болдырмауға өз үлесімізді қосайық, ағайын. Себебі бір адамның жауапкершіліксіздігінен басқа адам және оның отбасы орта зардап шегеді. Сондықтан адамзатқа ортақ қиянат жасамай, бұл дертпен халық болып, ел болып бірге күресейік. Сәуір келер, тәуір болар. Елімізде экономикалық, әлеуметтік кемшіліктермен қатар заң бұзушылық, қылмыс, оның ішінде жығылғанға жұдырықтай билік арасында сыбайлас жемқорлықта етегімізден тартып тұр. Ауруын жасырған өледі дегендей айтпасқа болмады. Осыған орай бір мысал келтірсем, соны сәл тыңдап көрейікші. Ол Сингапур мемлекетінде жарты ғасыр бұрын қабылдаған, бүгін қалыптасқан алтын ереже деген қағида болатын. Бұл қағиданың талабы қазақша айтқанда баланы жастан деп басталады. Ал 50 жылда алтын ереженің нәтижесі сол елдегі сыбайлас жемқорлықты жойды деуге болады. Алтын ереженің негізгі талабы балаларға жол ереженің толық жүйелі түрде үйреткен болатын. Сол себептен заң бұзбайды. Тек осыдан кейін олардың ой санасында қалыптасқан. Міне нәтиже. Біз бүгін ертеңді ойлап, қазіргі ереженің 14 талабын бұзбауға бала-шағаны, жастарды бағыттау керек. Ал іске сәт, жақсылықта болайық, ағайын.